Баршаңызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен түс шору каналы. Каналға тіркеліп, каналды қолдап қойыңыз. Сондай-ақ қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Ал бүгінгі түс шоруымыздың тақырыбы түсімізде ұшып жүргенімді көрдім деп аталады. Ал ендеше бастайық. Түс шорушы ғалымдардың айтуынша, түсіңізде аспанда қалықтап ұшып жүрсеңіз, өміріңізде бір мақсатқа қол жеткізетіндігіңізді білдіреді. Егер түсіңізде бір жерден екінші жерге ұшып барғаныңызды көрсеңіз, жұмысыңызда жоғары лауазымға ие болатындығыңызды білдіреді. Түсіңізде аспанда зымырап ұшып бара жатсаңыз, көп ақша табатындығыңызды білдіреді. Түсіңізде аспанда ұшып жүргеніңізді көрсеңіз, сізге жамандық жасаған адамдардың барлығы өзінің жазасын алатындығын білдіреді. Имам Наблусидің айтуынша, түсіңізде ұшып жүрсеңіз, кіші қажылыққа баратындығыңызды білдіреді деген. Ал егер бір биік жерден кішкентай жерге ұшып келсеңіз, қаржылай қиындықтарға тап болатындығыңызды білдіреді. Түсіңізде құстардың арасында ұшып жүргеніңізді көрсеңіз, сіздің танымайтын адамдармен араласып жүргеніңізді білдіреді. Тұрмыс құрмаған қыз түсінде ұшып жүргенін көрсе, өміріңізде көп мақсатқа қол жеткізетініңізді білдіреді. Сондай-ақ бойдақ қыздың түсінде аспанда ұшып жүргенін көрсе, өте жақсы білетін таныс адаммен тұрмыс құратындығын білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде аспанда ұшып жүргенін көрсе, ол әйелге мол рызық несібенің келетіндігін білдіреді. Сондай-ақ тұрмыстағы әйел түсінде аспанда қалықтап ұшып жүргенін көрсе, отбасылық өмірінің өте бақытты екендігін білдіреді. Түсіңізде аспанда қалықтап ұшып жүрсеңіз, Алла тағаланың сіздің дұғаңызды қабыл алғандығын білдіреді және сол дұғаңыздың орындалатындығын білдіреді. Достар, егер осы видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сондай-ақ достарыңызбен бөлісіп, каналға подписка жасап, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.